Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дако. Мен бүгінгі видеома қош келдіңдер. Бүгін менде Бомждың жолы рубрикасының бірінші сериясы. Ешкім жоқ бөлмеге барып, телефонның дауысын көбейтіп, өздеріңмен бірге жейтін нәрсе алып алыңдар. Ал ендеше приятного просмотра. Видеоның басында біз ивентке кірісіп кеткен болатынбыз. Монетный заплыв ойынынан 12 монета жинау арқылы мен екінші орын алған болатынмын. Және де маған 5000 рублеймен 400 жемчужин берді. Ал қазір мен песочный замокқа кіріп, усиленені 6 уровеньге дейін көтеріп тастадым. Барлығын қойып, мен квесттерді орындауға кірістім. Менде қазір лаунж контроль қосылып тұр, мен бір круг жасап, осы жаққа қайтадан айналып келу керекпін. Мінекей, все достар, мен уже айналып келдім, және де біз мына жақты типа тойлап, соны билеп жатқан түріміз ғой мынау. Типа осылай, бірақ вообще келмейді. Негізі шын өмірмен блэкрашаны салыстыруға да мүлдем келмейді. Қазір мен клубқа бара жатырмын, білмеймін аналар келе ме, артынан жоқ па. Қазір олар сол жақта мені алдынан күтіп тұрса, мен даже таң қалмаймын. Үйде интернет слабый ұстап тұрғанын қараш, ё-майо. Ал мен дейтін квесттерді орындауға қайттан кірдім достар, сонда да бермейсің ғой, короче. Мыналар билеп жатқан жерінен қайттан шықтық па. Достар, қазір сендерге менің квесттерді өтіп жатқаным скучно болып кетуі мүмкін, сондықтан мен квесттерді біткеннен кейін видеоны бірақ жалғастыратын боламын. У меня что-то со зрением, или ваши фонари не горят? Мен мына сөзді вообще түсінбедім енді достар. Түсінбегенде қалай? Бұлай жалпы түсініп тұрмын негізі. Қалай айтсам болады енді. Менде екі ғана ой тұр мына жерде конкретно. Ал ендеше дайын болсаңдар, біріншісін қарсы алыңдар достар. Тосын сый шешеңнің ағаң оралды. Все, арман қарай көрмей-ақ қойыңдар. Ал менің екінші ойым. Көзіңді жұмшы. Не көріп тұрсың? Ештеңе. Сенсіз өткен күндерім ғой сол. Негізі мына жерде наоборот болып кетті достар. Негізі ол қыздарға подкаст жасау керек, ал мына жерде қыз ұлдарға подкаст жасап кетті. Ұлдар сәл тормоздау болып тұрма, ұлдардың подкаст жасаған таппадым енді, сондықтан осыны қойсам. Мына қарай тексті оқысам түсетін бедім. Мына тексті де оқымайтын негізі, просто зрение дейтін сөз түрген, сосын оқи салғам. Мен квестовая линияны өтіп тастадым достар, ал енді бізде ревардтағы наградалардың барлығын алатын уақыт келді. Все өзімізге керек дейтін барлық наградаларды алып алдық. Блэкпаста 5 блэккоин тұр екен, соны да алуды ұмытпаймыз достар. Ал неше кейс ашатын уақытта келіп жетті достар. Менде 3 ежедневный және де 1 кейс бомжа тұр. Қазір мен 1 ежедневный ашсам, сонда сценарийден кейс жасайын деп тұрмын. Не болып кетті мына жерде? Так, маған ремонтный комплект түсті, бұны распылить етіп жібереміз. Так, не маған стандарт не бермей жатыр. Что-то менде интернет қуып бар ғой, или мынау, білмеймін вообще. Ё-майо, ебать алдап кетті ғой мені. Ежедневный кейс мені, кейстің наградалары мені ебать алдап кетті ғой, қарсы оң жақ шет. Не болды мынау? 10 ретте ашылмаған ғой менде ежедневный кейс. Ал енді қазір кейс бомжа ашып жатырмыз, ішінен бізге ЧТРК көлігі түсті достар. Бұны әрине өзімізге алып аламыз, себебі дәл қазір маған өте қатты ақша керек. Мына бакты енді точно байқамай қалсаңдар, білмеймін енді достар. Мынаны қараңдар. Мен пыльді алып жатырмын, ол маған алынып жатыр, және де менде пыль дейтін достар, ебайт 2210 болды. Ал қазір маған особый кейс беріп жүрсе, мен таң алмаймын даже бар ғой, ё-майо. Особый кейс ашып резко 100 лям қалтада дейсің ғой, ішінен ППС түсіп кетіп 50 лям ба, сөйтіп слетет жеріп, болмаса басқа адамдарға сатып жеріп. Сөйтіп қиялдап отқан кезде, мен шығып қайтып келген кезде пыльдің барлығы жоғалып кетті. Жоғалып кеткенде қалай 100 пыль ғана түсті маған, и все, басқа пыль түспеді. Қазір мен ревардтан кейс бомжаны алып алайын, сосын біз оны ашатын боламыз достар. Так, ішінен маған ВАЗ 2108 көлігі түсті. Бұл семерка дейтін сондай көлік, короче. Нұсқа примерно достар 70 000 рублейге ма слет етіледі, қателеспесем. Давайте достар, осы видео ұнаса арнаға тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер. Енді давайте тезет 1000 подписчикке жеткізіп тастайық, хотя қазір менде подписчик жоқ. Біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше.